Біздің заманымызға дейінгі 587 жылы Иерусалим қаласы Бабыл патшалығының шабуылына ұшырады. Бір жылдан кейін жау әскері қаланы басып алып, оны және ғибадатхананы тонап, өртеп жіберді. Жау мыңдаған израильдіктерді үйлерінен шығарып алып, Бабыл еліне айдап әкетті. Сөйтіп сонда шашыратып қоныстандырды. Израильдіктер жат жерліктерге айналды. Осылайша, олар бөтен тәңірлерге табынатын бөтен халық пен мәдениеттің арасында тұратын азшылық болды. Сонда кейбір израильдіктер не бас көтеруді, не қоғамнан бөлектенуді таңдап, Бабылға қарсылық көрсетті. Басқалары беріліп, бабылдықтар сияқты өмір сүріп, сол бөтен тәңірлерге табынып кетті. Осы екі жол ғана бар екен деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ Иеремия пайғамбар израильдіктерге мүлде басқаша таңғаларлық нәрсе істеуді нұсқады. Ол үй салып қоныстану, бау-бақша отырғызу, үйленіп ұлғыз сүю және ең таңғаларлығы Бабылдың бейбіт өркендеуіне атсалысып, жаратқан иеге ол үшін дұға ету керектігін жазды. Демек, бұл үшінші жол сияқты ма? Иә, бұл не келісімпаздық та, не бас көтеруде емес. Сонда қалай? Киелі кітаптың тұтас бір жазбасы осы мәселені байыптауға арналған. Ол Даниал туралы әңгіме. Даниал Бабылға жер аударылған израильдіктердің бірі болатын. Даниал патша әулетінен әрі білімді болғандықтан, бірнеше досымен бірге Бабылдың патша сарайында жұмыс істеуге мәжбүр болды. Жау үшін жұмыс істеуге ме? Ол келісімпаздық болар еді. Әйтпесе олар патшаның сеніміне кіріп, оған қарсы астыртын әрекет ете алар еді. Мұны солай болады деп күтуің де мүмкін, бірақ олар керісінше Иеремияның кеңесін қабылдап, үшінші жолды таңдады. Сол жас жігіттер бабылдық есімдермен аталып, тіпті бабылдықтар сияқты киініп, сол елдің патшасына қызмет етті. Осылайша олар Бабылдың өркендеуіне атсалысты. Бірақ олардың мұндай істері өздерінің рухани мұрасынан бас тарту емес пе? Солай болып көрінеді, бірақ іс жүзінде олай емес. Әрі қарай оқысаң, мынаны көресің. Олардың өз құдайына адал болуды таңдаған, әрі Бабылдың ықпалына шек қойып, қарсылық көрсеткен оқиғалары да болды. Мысал келтірсеңіз. Мысалы, оларға Бабылдың жалған тәңір мүсініне бас иіп, патшаға тәңір ретінде бағышталу бұйырылды. Жоқ, олар ондайға бара қоймас. Иә, осы оқиғаларға қарап, олардың шынымен кімге бағышталғандарын білуге болады. Бұл үшін, олардың Бабылдың билік пен күш қуатқа табынуын, оның тәкаппарлығы мен әділетсіздігін сынауларына тура келді. Бірақ олар мұны бейбіт жолмен істеп, өз өмірлерін қиюға дайын болды. Сондықтан, Құдай Даниал мен оның достарын сенімділіктері үшін жарылқады. Демек, олар Бабылға қызмет етіп, оның өркендеуіне атсалысса да, ұдайы жалғыз Құдайға ғана бағышталып өмір сүрді ме? Иә, Иеремияның көздегені де осы болатын. Жат жерліктің жолында адалдық пен тыныш қарсылық қосылады. Яғни, олар жат жерлік болып қала береді. Бірақ Даниал мен оның достары өз еліне қайтқылары келмеді ме? Әрине қайтқылары келді. Расында Даниал Құдайдың Бабылды жеңіп, шынайы тыныштық жайлаған патшалықты орнататын бір билеушіні жіберетініне сенді. Ол сол билеушіні қашан келеді деп ойлады? Алғашқыда ол мұны өзінің көз тірісінде болады деп ойлады. Бірақ кейін ол бір түс көрді. Түсінде Бабылдан кейін басқа бір қанаушы патшалықтың, сосын тағы біреуінің және тағы біреуінің келетінін көрді. Сонымен Бабыл шынымен жеңіліп, Израиль халқы өз еліне қайтты. Бірақ олар Бабылдың орнына келген басқа патшалықтардың билігінде қалды. Сондықтан, олар өздерін жат жерлік ретінде сезініп, бір күні шынайы отандарының орнайтынын күтіп жүрді. Олар сондай-ақ Бабылдың орнына келген жаңа патшалықтарға бұрынғыдай адалдық пен тыныш қарсылық көрсете берді. Бұл Мәсіх Исаның заманына дейін жалғаса берді. Оның замандағы патшалық Августтың билігіндегі Рим еді. Сонда кейбір израильдіктер қарсы тұрғылары келді. Ал басқалары беріліп, Рим мәдениеті мен тәңірлерін қабылдады. Бірақ Мәсіх Исаның Даниал сияқты көрсеткен тыныш қарсылығы мен адалдығына назар аударшы. Мысалы, ол былай деді: Рим патшасына салық төлеуге болады. Оның теңгелерін өзіне қайтарыңдар. Бірақ сосын ол Рим патшасын Құдаймен теңестіріп шатаспаңдар. Құдай сендердің бүкіл өмірлеріңді өзіне ғана бағыштап, адал болуларыңа лайық деді. Демек, Мәсіх Исаның жолы дәл осындай адалдық пен тыныш қарсылықтың қосындысы болды. Иә, мысалы, Мәсіх шәкірттеріне жауларыңды жақсы көріңдер, тіпті оларға игі тілек тілеңдер деп үйретті. Бірақ өзі Иерусалим мен Римнің азғын басшыларының істерін әшкерелеген үшін тұтқындалды. Оларды билік пен күш қуатқа табынғандары үшін сынады. Осы іс үшін
ол өлімге кесілді. Бірақ Құдай Мәсіхті өлімнен тірілтіп, халықтардың шынайы патшасы ету арқылы оның әділдігін көрсетті. Бұл Даниал үміттен күткен патша ғой. Дәл солай, Мәсіх Иса бір күні өзінің патшалығының жеңімпаз болатыны жайлы уәде берді. Демек, оның жолымен жүрушілер соған дейін жат жерліктер ретінде өмір сүреді. Иә, осы себеппен Петр елші Мәсіхтің жолмен жүрушілерді жат жерліктер және шашыраған сенушілер деп атады. Оларға өздері қайда жүрсе де, сол жердің билік иелеріне мойынсұнып, барлық адамдарға құрмет пен сүйіспеншілік көрсету керектігі туралы ескертіп жазды. Содан соң, ол бұл дүние олардың шынайы отан емес екенін, әрі өздерінің әлі де Бабылда тұрып жатқандарын естеріне салды. Бірақ олар Бабылда тұрған жоқ қой. Бабыл баяғыда жойылған еді. Әлде олай емес пе? Киелі кітап бойынша, Бабыл жақсы мен жаманды бұрмалайтын және жалған тәңірлерге табынуға мәжбүрлейтін адам жасаған әрбір жүйенің белгісіне айналған. Демек, бәріміз де Бабылда өмір сүріп, жұмыс істеп жатырмыз деген сөз ғой. Бірақ мен одан ұлы біреуге бағышталған болсам да, қалайша Бабылдың өркендеуіне атсалсам? Мәсіх өзінің жолмен жүрушілерді осы дүниеде адалдық пен тыныш қарсылықты бірдей ұстанып өмір сүруге шақырады. Жат жерліктің жолы осы.